Құрбан айт малды босқа шығындау деген пікір қаншалықты дұрыс? Алда келе жатқан 27 мамыр күні елімізде ресми түрде Құрбан айт мерекесі тойланады. Бұл күні қой, ешкі, сиыр, түйе секілді 4 түлік мал құрбандыққа шалынады. Мұның мәні неде және қазақ дәстүрімен қалай байланысты? Біріншіден, құрбан шалудың мақсаты ет пен қандай емес. Құранда Аллаға ет те қанда жетпейтіні тек тақуалы жететіні айтылған. Яғни бұл жай мал сою емес, Аллаға жақындау амалы. Құрбан сөзінің өзі араптың қороба, жақындау сөзінен шыққан. Ал мал сою тақуалықпен қалай байланысты? Көшпелі өмірде мал ең үлкен байлық болғандықтан оны құрбан ету үлкен жомарттық саналған. Бұл адамның Аллаға мойынсұнуын көрсетеді. Екіншіден, құрбандық бекер шығын емес. Мал еті мұқтаж адамдарға таратылып, көп отбасыларға көмек болады. Қазақ дәстүрінде де құрбандық бұрыннан бар болған. Бабаларымыз құрғақшылықта тасаттық беріп, ел амандығы үшін мал сойған. Кейін ислам келген соң бұл дәстүр діни мәнмен толықты. Тіпті 1921 жылы алаш арыстары Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Бөкейхан құрбан айтты ресми 3 күндік мереке ретінде бекіткен. Шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Ислам жайлы өзге де пайдалы ақпараттар білу үшін Хак Академи және Муфтият парақшаларына тіркеліңіз.